Ассалаумағалейкум, құрметті миллионер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің видеомызда Bybit биржасындағы фьючерсный грид ботты қалай қолдану керек, сол жағын қарастыратын боламыз. Алдыңғы спотовый грид бот жайлы видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер ол видеомды әлі қарамаған болсаңыз, осы видеоның жоғарғы бұрышында подсказка шығады, сол подсказканы басу арқылы сол видеомды толығымен қарап шықсаңыздар болады. Онымен қоса сіздердің жіберіп жатқан донаттарыңызға көп рахмет. Шын жүректен қуаныштымын. Басқа жақтан қымбат бағаға курс алғанша менен осы тегін сабақтарымды қарап, өздеріңіздің алғашқы табыстарыңызды көріп, маған рахмет ретінде осылай донат лақтырғандарыңыздың өзі жетіп жатыр. Егер маған донат лақтырам десеңіздер, рахмет ретінде, онда осы видеоның описаниясында өзімнің реквизиттерімді қалдырып өтемін, немесе осы видеоның бетінде менің реквизиттерім шығатын болады. Алдыңғы спотовый грид бот жайлы видеома менің донаторларым арасынан ең көп сума лақтырған Ардақ мырза болатын, 5000 теңге лақтырған болатын. Сол себепті Ардақ мырзаға көп рахмет сізге де, және басқа донаторларыма тоже көп рахмет, мені қолдап, осы сабақтың пайдалы екенін көріп, маған өзіңіздің кішігірім рахметтеріңізді жіберіп отырсыздар. Сізге көп рахмет, достар. Достар, видеоны бастамай тұрып, менің телеграм арнама тіркеліп алсаңыздар болады. Бүкіл құпия ақпараттар, YouTube арнама шықпайтын ақпараттардың көбісі телеграм арнама шығады. Онымен қоса өзімнің TikTok арнама тіркеліп алыңыздар, Instagram аккаунтыма тіркеліп алыңыздар, және осы YouTube-қа тоже тіркеліп, лайктарыңызды басып алыңыздар. Және онымен қоса осы видеоны өзіңіздің курс алғыш достарыңызға таратып отырыңыздар. Осындай құнды ақпаратты тегін алып, тоже өздеріне пайдалы ақпараттар алсын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, егер сіздерде Bybit биржасында аккаунт болмаса, осы Bybit биржасына 3 этап арқылы тіркеле аласыздар. Ең бірінші этап бұл осы видеоның описаниясына түсіп, сілтемеге басасыз, сол арқылы сіз сол сайтқа өтіп, өзіңізге қосымша поштаңызды жазып, регистрация, верификация жасай аласыздар. Егер сайт ашылмай тұрса, онда через VPN ашып көріңіздер. Екінші этап Telegram арнама кіріп, Telegram арнамның закреп бөлімінен сіздер осы Bybit биржасының сілтемесін таба аласыздар. Және үшінші этап бізде тікелей Play Market немесе App Store арқылы осы Bybit биржасының приложениясын жазып аласыздар. И регистрация барысында осы экранда шығып тұрған кодты енгізіп, реферальный код деген жерге енгізесіздер. И максималды өмірлік скидка, бонус, қосымша ваучер және қосымша басқа да артықшылықтар аласыздар. Қазір уақытта мен Қазақстанда қазақ тілді аудитория бойынша Bybit биржасының ресми серіктесі болып табыламын. Сол себепті сіздерге максималды бонустар мен скидка ұсына аламын. Ал достар, фьючерсный грид ботқа келетін болсақ, ең бірінші фьючерсный грид бот жайлы қысқаша нұсқа ақпарат беретін боламын. Одан кейін барып осы фьючерсный грид боттың 3 настройкасы жайлы ақпарат беремін. Және ең соңында осы 3 настройка бойынша біз сделка ашатын боламыз. Сонымен достар, ең бірінші біз фьючерсный грид бот дегеніне осыған жауап берейін. Негізінде фьючерсный грид бот бұл автоматтандырылған сауда боты болып табылады. То есть бұл автомат өзі лонг позиция ашады, өзі шорт позиция ашады, және сол сетка аралықта бізге табыс алып келеді. Бірақ табыс алып келген кезде именно волатильный нарық кезінде бізге табыс алып келеді. Ал енді волатильный деген сұраққа жауап берейін. Енді волатильный сұрақтың ең қарапайым мағынасы бұл волна. То есть когда нарық волна сияқты жүрген кезде, бот сол кезде бізге жақсы табыс алып келеді. Мысалы қарайтын болсаңыздар, негізі нарықтың өзі волна сияқты жүреді. Мысалы волна былай жүр. Міне волна. То есть былай қарайтын болсаңыздар, графика осындай волна секілді. То есть волна көп болған сайын біздің табысымыз да көп. Және осыған қосымша осы боттың, фьючерсный грид боттың 3 настройкасы бар. Бірінші настройкасы бұл нейтральный, екінші настройкасы бұл лонговый, және үшінші настройкасы бұл шартовый. Қазір мен осы үшеуіне отдельно қосымша ақпарат беретін боламын. Ал енді достар, біз енді боттың нейтральный настройкасына толығырақ тоқталайық, және бұл нейтральный настройка қалай жұмыс жасайды. Және нейтральный настройканы негізінде флет кезінде ашқандарыңыз дұрыс. То есть нарық флетовый ситуация болған кезде нейтральный қоссаңыздар, бұл сіздерге жақсы табыс алып келеді. Енді қазір нейтральный бойынша толық ақпарат берейін. Мысал ретінде сіздер нейтральный позиция аштыңыздар, сеткасын барлы пока маңызды емес, ол жағын ботпен қосқан кезде қарастыратын боламыз. Қараңыздар, сіздер нейтральный аштыңыздар. Нейтральный ашқан кезде бізде сделка сразу ашылмайды. Мысал ретінде бізде баға қазір мына жерде тұр, міне. Баға бізде мына жерде тұр. И баға төмен түскен кезде сделка бізде лонгқа ашылатын болады. Немесе баға жоғары шыққан кезде, бірақ жоғары шыққан кезде бұл жақта тоже бір тонкий момент бар.
алғашқы сетка емес, именно алғашқы сеткадан кейінгі сеткамен жоғары шыққан кезде бізге шортқа позиция ашылатын болады. Мысал ретінде бұл қалай жұмыс жасайды? Қазір баға осы ортасына тұр. Ортасына тұрған кезде сделка ашылмайды. Просто сіздерде баланс 0 болып тұрады. Как будто бот істемей тұрған секілді. И потом барып уже мынау баға төмен қарай алғашқы сеткаға тиген кезде, былай төмен қарай тиген кезде бізде бұл бот автоматом лонг позиция ашады. То есть лонг позиция емес, осы бізге төмен тиді, лонгқа ашылды, и осы жақтан жоғары шығатын болса, осы жерден уже сделканы жабады, и осы екі аралықта уже табыс табады. Мысалы, осы сетка мен осы сетканың арасында біз уже бот бізге табыс алып келеді. Ал егер баға осы жерден қазір мысалы жоғары шығады, мынаяқтан бағана айтқандай алғашқы сеткада ешқандай реакция болмайды, то есть лонгқа немесе шортқа позиция ашпайды. И осы алғашқы сеткадан кейінгі сеткаға барған кезде бізде бот автоматом шорт позиция ашады, то есть төмен қарай ашады, төмен қарай түскен кезде табыс табатындай. И төмен қарай ашады, потом графика төмен түсетін болса, уже осы сеткадан біздің позициямыз жабылады да бізге уже табыс алып келеді. То есть нейтральный деген сөз, астыға түсетін болса лонг ашады, жоғары шығатын болса шорт ашады, и осы жақтан табыс табады. Енді әрине қосымша сұрақ болады сіздерде, мысалы төмен қарай түсті, шорт ашты, бірақ тағы мынау жоғары қарай шықпай тағы да төмен түсті. Ондай болса просто лонг тағы ашады, лонг ашады, тағы түседі, тағы лонг ашады, и мынау жақтан тағы да мынаған баратын болса осының саудасын осы жерде жабады, и осылай қайталана береді ары қарай. И жоғарыда то же самое. Егер баға мысал ретінде бізде осы жүрді, табыс алып келді, жүрді, біраз уақыттан кейін бізде неге шығып кетті, в общем, сетканың сыртынан шығып кетті. Ондай болса, егер ликвидация бағаға бармайтын болса, онда бот тоқтап қалады. Егер ол ликвидацияға бармай ары қарай кішкене жүріп, и қайтып оралса, бот ары қарай жұмыс жасай береді. Немесе осы жақтан төмен түсіп ликвидацияға баратын болса, уже сіздің бүкіл ақшаңыз жойылады. И жоғары то же самое. Былай айтқанда, бот сеткадан шығып кетсе, уже бот істемей қалады. Сол себеп достар, негізінде ботты қосқан кезде қосымша ликвидация алғыңыз келмесе, сіздерге қосымша стоп-лосс тоже қойған дұрыс. То есть нейтральный позиция бізде осылай жұмыс жасайды. Ал енді осы боттың екінші настройкасы бұл лонговый позиция. Лонговый позиция негізінде нарық жоғары, волатильный нарықпен жоғары шығатын болса, бот бізге жақсы табыс алып келеді. Мысал ретінде яқтан графикада бізде көз алдымызда ақырындап өскен, мына жермен сызып көрсетейін. И қараңыздар, бізде нарық осылай жоғары өскен, міне волна ретінде. Былай волна, былай волна, былай. Міне осы волатильный нарық болып табылады. То есть бұл жоғары қарай ақырында волна ретінде өсіп бара жатыр. Осындай ситуация кезінде ботты қосқан дұрыс, и бізге жақсы табыс алып келеді. Енді қараңыздар, сіздер лонговый позиция ашқан кезде бізде осы рыночный бағамен сразу сделка ашылады. Мысалы алдыңғы нейтралкада бізде сделка сразу ашылмайды. Сделка бізге либо төмен түскен кезде ашылады, сеткаға тиген кезде, либо жоғарғы сеткаға тиген кезде ашылатын болады. Но екінші сетка жоғарыдан үстіңгі сеткасына. Ал лонговый позиция кезінде бізде рыночный сразу рыночный ордермен ашылады осы жақтан, и уже осы жерден ашылып тұрады да, потом бар баға егер төмен түсетін болса, бізге лонг позиция ашылатын болады. Жоғарыға шығатын болса сатады автоматом, табыс табады. И тағы да төмен түсетін болса, тағы да лонг ашады, и тағы жоғары шықса сатады. И тағы да жоғары шықса ешқандай реакция болмайды, и тағы да төмен түссе, тағы да лонг ашады. И былай қарайтын болсаңыз, графика жоғары шыққан кезде бізде сделка ашылмайды. Мысалы, мына алғашқы сеткаға барады, оған ашылмайды. И оның үстіндегі сеткаға барып қайтадан түскен кезде уже лонг ашады. И графика бізде осылай ақырындап түсіп, шығып, осылай жүгіріп. В общем, бізде идеальный графика осылай болу керек. Әр сеткаға барып, түсіп, келіп, шығып, осылай жүрген кезде бізде лонг позиция астыңғы жақтан ашылады, үстінен жабады. Астынан ашылады, үстінен жабады. Астынан ашады, үстінен жабады. Міне, лонговый позиция бізде осылай жұмыс жасайды. Ал енді боттың үшінші настройкасына келетін болсақ, бізде шартовый позиция дәл лонговый секілді жұмыс жасайды, только наоборот. Тоже сіздер ашқан кезде рыночныймен ашылады осы майдан, и нарық төмен түскен кезде жақсы табыс алып келеді. Төмен түскен кезде жай ғана төмен түспей, именно волатильный нарық бойынша төмен қарай түсу керек. Мысал ретінде, егер сіздер осы жақтан ашатын болсаңыздар, мысалы нарық төмен қарай түсті, и түскен кезде бұл жерден бізде сделка ашпайды, потом барып жоғары шығады. Жоғары шыққан кезде мынау сеткаға тиді, и осы сеткадан бізде уже шорт позиция ашылады. Шорт позиция ашылды, и төмен қарай түскен кезде
осы жақтан сатады. И ары қарай осы жақтан тағы да түседі, сделка ашпайды, тағы да төмен түседі. Міне сделка тоже ашпайды, потом барып жоғары шықты, міне шорт позиция ашты и төмен қарай сеткаға түсті и осы жақтан сатады. То есть бізде шартовый позиция кезінде осы баға төмен қарай түседі, бірақ төмен түскен кезде именно жоғары шығып сеткаға тию керек. Мысалы былай төмен түседі и жоғары шыққан кезде осыған тиеді, потом барып тиген кезде шорт позиция ашылады и сатылады. Потом барып тағы төмен түседі, тағы да тиеді сеткаға, потом тағы шорт позиция ашылады. Осылай бот бізде жұмыс жасайды и төмен қарай нарық төмен түсетін болса, осы төменге түскен нарық бойынша бот жақсы жұмыс жасайды. Ал енді достар, сіздерге осы 3 настройканы қысқадан нұсқа түсіндіріп айтып өттім. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, комментария жазсаңыздар болады. Енді пошагово сіздерге айтып өтейін. Ең бірінші біз осы нейтральный сделканы ашайық, потом барып лонговый ашам, потом шартовый ашам. Бірақ примерді сіздерге нейтральныймен көрсететін боламын. Нейтральный ашу үшін пошагово не істейміз? Әрине, ең бірінші біз TradingView сайтына кіру керекпіз. Бұны мен қазір сіздермен бірге кіретін боламын. Мына жақтан мен поисқа былай TradingView деп жазамын. Онымен қоса достар, өте бір маңызды ақпарат. Қазір уақытта TradingView сайты прямо кірген кезде кейде ашылмай жатады. То есть ондай ситуация менде болды. Егер компьютермен кірген кезде сіздерде ашылмай жатса, онда VPN қосыңыздар. Мысалы қазір қараңыздар. Мен жақтан TradingView жаздым и Enter бастым. Қазір менде негізі загрузка болу керек, бірақ загрузка болмай жатыр. То есть реакция мүлдем беріп жатқан жоқ, значит менде TradingView сайты ашылмай жатыр. Бұндай ситуация кезінде мен VPN қосам. Енді VPN-да сіздер ноутбуктегі осы Google Chrome деген сияқты неге жазсаңыздар болады. Менде өзімде Brave несі болып тұр. Мысалы қазір мен сіздермен бірге ең бірінші VPN-да қосып көрсетейін. VPN деп жазамыз. Міне, в общем, VPN скачать расширение деп жаздым. И мына жақтан бізде міне бірінші шыққан Touch VPN деген бар. Осы Touch VPN үстінен бір рет бассаңыздар, и мына жақта менде уже негізі скачын болып тұр. Сіздерде мына жақта добавить деп тұрады. Добавитті басасыздар, потом барып экранның осы жерінде бір типа добавить деген бар, установить деп шығады. Соны бассаңыздар болды. Өз автоматын бір 5-6 секундта установить етіледі. Потом барып сіздердің мынанға жауап жасай салайын. Міне сіздердің осы желілеріңізде не шығады? Touch ID мен үстінен бір рет басамын. И мына жақтан біз уже өзіміздің любой мемлекет таңдасаңыздар болады. Америка болсын, тағы да басқа. Мен United State таңдаймын и Connect басамын. Мысалы Connect'ті басам. Бізде қазір Connecting қосылып жатыр деп айтты. Міне қазір бізде қосылу керек. Все, бізде қосылды. Енді қараңыздар. Мен қазір TradingView ашамын. Достар, егер сіздерде TradingView платформасы VPN-сіз ашылып жатса, өте керемет. Егер VPN-сіз ашылмай жатса, онда VPN-ді қосып, сол арқылы ашсаңыздар болады. Страницаға кіресіздер, там ең басында регистрация немесе входпен Google аккаунтпен кіріп алсаңыздар болады. Одан кейін бар біз бұл жақтан жоғары жақта продуктыны басамыз и супер графиканың үстінен басамыз. Одан кейін бар болса графикадан біз уақытты таңдайтын боламыз. Негізінде уақытты мен сіздерге 4 сағаттан жоғары қоюға кеңес беремін басында. Мына жақтан бізде сәл жоғары көтереміз. 1 сағат, 2 сағат, 4 сағат. Но 1 сағат дегеніміз, мынау каждый свечка 1 сағат болып саналады. То есть мынау свечка 1 сағатта осындай болды. Екінші сағатта осындай, мынау 3-ші сағат, мынау 4-ші сағат. То есть 4 сағатта уже 5 сағат болды. Төмен құлап жатыр графика. Міне. Мына жақтан біз 4 сағат таңдаймыз, 4 сағатта. Әр свечка бізде 4 сағат болып саналады. Мынау бізде 4 сағат құлаған. Мынау бізде 4 сағат өскен. То есть әр свечка 4 сағат. Бұл түсінікті деген ойдамын. Енді біз қазір сіздердің алдарыңызда диапазон сатын боламыз. Міне достар, бізде алдымызда графика ашылды. Енді ең бірінші мақсатымыз сделка ашпай тұрып бізге диапазонды анықтап алу керек. То есть диапазон бізге не себепті керек? Бізге нарыққа как попало кірмес үшін осы диапазонды сызу керекпіз. Негізінде диапазон көбіне бізде нейтралка кезінде жақсы қолданылатын болады. Диапазонды қалай сызамыз? Клавиатурадан бізде Alt деген бар. Alt'ты басып тұрасыздар да H дегенді басасыздар. Мен қазір жақтан пример ретінде мишканы былай қоямын. Мынау көріп тұрсыздар. Былай қойдым и Alt H басам, қараңыздар. Міне автоматым сызық сызылады. И осылай әр уровеньге келген бағалардың барлығын сызып шығасыздар. То есть әр уровень деген қалай? Бағалар осы уровеньге келгенде отскок болған. Бір реакция болды уровень бойынша. Қазір мен қазір былай сәл үлкейтіп көрсетейін, чтобы сіздерге көрінікті болатындай. Міне мына жақтан бізде көп отскок болған. Былай қоямыз, Alt H басамыз, сызамыз. Міне былай. И мына жақтан қоямыз, Alt H басамыз. Мына жаққа отскок болған. Alt H басамыз. То есть көрсеңіздер, әр уровеньнен осындай отскок болған. И потом барып мына жақтан тоже былай Alt H. Мына жақтан бізде тоже Alt H. И
и осылай кете береді ары қарай. Былай үлкейтсеңіздер болады. Негізінде бұны достар сіздер бірінші 4 сағатпен сызып алып, потом барып 1 сағаттыққа ауысып, 1 сағатпен тағы да бір коррекция жасап, тағы да большой диапазон сызсаңыздар болады. Міне мына жақтан бізде мына жақтардан тоже не кеткен? Былай қоямыз да, Alt H, міне Alt H, мына жақтан бізде тоже Alt H, мына жақтан тоже Alt H, мына жақтан тоже Alt H болған, мына жақтан тоже реакция болған Alt H. Былай примерно қарайтын болсаңыз, бізде сетканың көбісі примерно ориентир бойынша арасы бірдей көбіне. И қараңыздар, мысалы біз диапазон сызып алдық. И былай қарайтын болсақ, бізде қазір уақытта, қазір былай сәл түсірейін. Міне бізде графика мына жерде жүр, міне баға бізде осы жерде жүр. И ориентир бойынша сіздер диапазон бойынша білесіздер, что бағаны мысал ретінде қазір мен былай жылжытайын. И қараңыздар, біз мысалы бағаны ашпай тұрып, осылай қарап аламыз. Бізде қазір баға осы жерде тұр. То есть мынау жерде бізде центральный болып тұр. И осы жерден біз максимально қарайтын болсақ, примерно осының екі жағынан ашуға болады. Мысалы ретінде жақтан бізде графика жаққа дейін түскен болатын. И страховка ретінде қосын тағы төменірек ашсаңыздар болады. Осы жақпен мынау бізде баға 2607, эфирдің бағасы 2607. И жоғарғы жақта примерно страховка ретінде жақтан алсаңыздар болады негізінде 2607 және 3752. Міне ориентир осылай қарай аласыздар. То есть осы аралықта жүрсе, бот сізге табыс алып келеді. И бізге осы жақтан сетканы көбейту керек кішкене. Көбейткен кезде бізде уже әр осы жақтан жүрген кезде табыс алып келетін болады. Мысалы, сіздер осылай сызып аласыздар. Маңызды емес, эфирге кіріп сызып алсаңыздар болады, биткоинға сызып алсаңыздар болады. Және де бұл сызу сіздерде бір рет қана жүзеге асады. То есть сіздер каждый раз кіріп сызбайсыздар, себебі мынау сызған сіздердің заттарыңыз автомат өзі сохранить етілетін болады. Даже бұны сіздер трейдинг вьюдің телефонына кіріп, телефоннан көрсеңіздер, бұл сызық сізде тұрады, егер бір аккаунт болса. Міне достар, біз сызып алдық, и сызып болғаннан кейін бар, біз жақтан тоже қарай саламыз. Графика бізде қазір жоғары шығып бара жатыр. Мен қазір сіздермен бірге екі не ашам, позиция, біреу лонговый ашам, одан кейін барып нейтралка ашам. Шартовый как-то қазір уақытта не обязательно, себебі нарық пока құлап отқан жоқ, жақтан ақырындап коррекция болып жатыр. Сол себепті мен лонговый и нейтралка ашатын боламын. Сол себепті мен телефоныма назар аударамыз. Ал достар, өзім телефоныма кірдім. Біздің ақшамыздың барлығы финансовый счетта жату керек. Мысалы, менде финансовый счетта примерно $4365 жатыр. Енді бүкіл барлығымен кірмеймін, сіздерге пример ретінде көрсету үшін азғантай суммамен кіретін боламын. И алдында мен ENA монетам әлі жатыр. Жақсы табыс тапқан болатынмын, сатқан жоқпын. То есть алдағы уақытта жақсы өсім беру мүмкін. Там $3, $4 үшін барады. Сол себепті бұны мен сатпаймын. Примерно видеоның барысында сізге айтып өттім. Мені қараңыздар. Ботқа қалай өтеміз? Ботқа кіру үшін главныйға барамыз. Мынаяқтан бізде трейдинг бот деген ортамызда тұр. Трейдинг боттың үстінен басамыз. Міне осы парақша бізге ашылады. Осы жақтан бізде фьючерсті грид ботқа бізге өту керекпіз. Но естеріңізде болса, мен алдыңғы видеода мен сіздерге уже спот ве грид бот жайлы ақпарат берген болатынмын. Сіздер уже ол ақпаратты білесіздер. Енді біз қазір фьючерсті грид ботқа өтеміз. Осы жерден настройка дегенге басамыз. И жоғары жақта бізде биткоин юздің үстінен басамыз. И осы жерден біз примерно мысал ретінде эфирим юзді таңдайық. Мысалы эфирим юзді. Біз графикпен эфирим юзден қараған болатымыз. И қараңыздар, бізде осы жерде 3 настройка бар. Біріншісі бұл нейтралка, екіншісі long, үшіншісі short. То есть бағана мен айтып өттім, бізде нейтралка флет кезінде жақсы жұмыс жасайды. Long бізде нарық жоғары өсіп бара жатқан кезде жақсы жұмыс жасайды, және short нарық төмен қарай түскен кезде жақсы жұмыс жасайды. Біз ең бірінші қазір нейтралка ашайық. Так, міне біз нейтралканы бастық. Енді бізде ценовой диапазон, то есть бағана диапазонды мен айттым, уже сызып алдық диапазонды. И ориентир бойынша біз уже білеміз, қай жақтан диапазонды қоямыз. Мен қазір тағы да экранға қарап, осыған қойып алайын. Так, төменгі диапазонда мен 2603 деп қояйын. 2603. Ал жоғарғы диапазонда 2744 деп жазайын. Міне, екі диапазонды алып қойдым, то есть 2000 емес, 3744. Так, диапазонды қойды. Одан кейін барып количество сеток. Негізінде сетканың көп болғаны жақсы, енді тым көп тоже керек жоқ. Бұл сетканың примерно қанша сетка қою керектігін мен спотовыйда айтқан болатынмын. Негізінде былай көрсеңіздер болады, именно Bybit'тің биржасына кіріп, сол жақтан сетка көрінеді. Қойған кезде астынан көрініп отыр қанша процент алып келетіні. Так, мысалы, сетка көп болған сайын процентте азырақ болады. 40 сетканы қойып қояйын, 40 сетка нормально. И потом барып бізден так прибыльді көріп отырмыз, қанша процент береді. Кредитный плечо негізінде көп қоймағандарыңыз дұрыс. Примерно 10x қойсаңыздар нормально, средний 10x нормально.
То есть 20x бұл өте қауіпті, 10x средний нормально. Одан кейін бар бізде автоматтың астында минимальный былай айтқанда вложение өзі көрсетіп тұрады, яғни минималка бізде $107 көбірек болу керек деп жатыр. Енді мен пример ретінде көрсеткендіктен сізге $200 сделка ашайын, $200 міне. И потом бар подтвердить емес, создать бота басамын. И осы жерден подтвердить. И қараңыз достар, бізде нейтралка бойынша 0 болып тұр. То есть бізде сделка ашылған жоқ. То есть бағана мен сіздерге айтып өттім, нейтралкамен ашқан кезде пока сеткаға біздің өзіміздің керекті сеткамызға баға бармаса, бізде сделка ашылмайды. Сол сөйтіп бізде осы 0 болып тұрады. Так, біз нейтралканы аштық, и күтеміз сеткаға келгенін. И параллельно қазір екінші ботты қосатын боламыз. Так, артқа қарай шықтым, и осы жерден создать бота дегенге басамыз. И бізге енді мына жақтан лонговый, жоқ, лонговый емес, бірінші настройка, потом барып лонговый басамыз. Себебі қазір бізде нар кішкене жоғары қарай шығып бара жатыр коррекция бойынша. И лонговый аштым. И потом барып біз қазір мына жақтан так, мынау биткоинді былай үстінен басып эфириумға ауыстырайын. ETH USDT. И мынау тұра берсін, мынау уже ценовой диапазон білесіздер. Тұра берсін, өзгертпей қоям. И потом количество сеток мынаяқта мен примерно былай істейін. Кішкене көбейтейін. Негізінде тым көп болмаған жақсы, и тым аз болмаған жақсы. Средний болған дұрыс. 100 деп қояйын примерно. Қателеспесем, бұл жақта бізде максимальный сетка 200 болу керек. 200-ден аспайды негізінде. 200 қоя аласыз. 101 тұра берсін, ладно. Количество сеток 101. И кредитный плечо примерно 5 деп қояйын. 5 плечо. И так, мынаяқтан бізде негізінде минималка қазір көрсетіп тұр, бізде 900 ба, қанша дұрыс маған көрінбей тұр, ладно. 900-ге ашайын. Так, 900, жоқ, 900-ден көп, 911 деп тұр. Онда $1000 аша салайын. Потом жаба салам. $1000 міне. И создать бота басам. Подтвердить. Достар, міне көрдіңіздер, бізде бот автоматом рыночныймен ашылды. То есть біз лонговый позиция кірген кезде рыночныймен ашылды. Ал астындағы бізде нейтралка, бұл когда сеткаға тиген кезде бізге сделка ашады, пока что бізде нейтралка ашылған жоқ. Енді қараңыздар, лонговый аштық, и наяқтан біз подробно информацияны басамыз. И осы жақтан уже примерно қарап отырамыз. Наяқтан барлығы өзі көрсетіліп отыратын болады. Боттың табыс алып келген, наяқтан бізде пока бот біздің сеткаға ешқана тиген жоқ, сол себептен барлығы бізде 0 болып тұр. Мынау бізде табыс 0.05 деген просто рыночный ордермен ашылғандықтан осының табысын көрсетіп тұр. То есть бұл боттың несі емес, именно просто рыночный фьючерс ашқандықтан осылай көрсетіп тұр. И бұлай ситуация бұлай да болуы мүмкін, достар. Мынау бізде минус болуы мүмкін, мысалы мынау именно боттың рыночный ашқаны минус болады, ал боттың табыс алып келгені көбірек болуы мүмкін. Сондай ситуация тоже бар. Соны тоже ескере жүріңіздер. В принципе, болды, достар, мен бұны тоже көп созбай қойын. И осылай любой уақытта жабасаңыздар болады. Жабу үшін мысалы бізде қазір $0.71 табыс болды. И төмен жақта мен просто удалить дегенді басам. Удалитті басам. И потом бір подтвердить. Міне кішкене кешірек басып үлгердім. Бізде $0.62 төмен түскен кезде жаптым. Осы нені. Негізі жоғары күтіп, кішкене плюспен жапсаңыздар болады, уже ешқандай проблема жоқ. Так, міне бізде нейтралка пока ашылған жоқ. Міне өздеріңіздер көріп отырсыздар. Бізде нейтралка, когда біздің керекті сеткамызға тиген кезде ғана сделка ашылатын болады. Но пока мынаны жаба салайын, и қазір тағы да үстіне ашам. Үстіне ашқан кезде біз стоп-лосты қалай қою керектігін қазір көрсетіп жүретін боламын. Мынаны жабу үшін просто удалить дегенді басам. Потом барып подтвердить. Все, ботты біз удалить еттік. Одан кейін барып артқа шығамыз. И мынаяқтан фьючерсный grid bot создать бота басамыз. Мына жақтан бізде настройка. Биткоин тұра берсін, ладно. Эфириумға не істемей қойық. Примерно мағынасын түсініңіздер. Биткоин, эфириум басқа май танысаңыздар болады. Так, одан кейін барып мына жақтан бізде количество сеток кішкене көбейтіп қояйын. Давайте 100 деп қояйын. 100. Так, мына жақта мен диапазонды кішкене түсіріп қояйын. Примерно 71-ге. 71. И төменгі жақтан диапазонды сәл көтеріп қояйын. 71 мен, примерно 60 болсын. Бізде қазіргі баға 64-те жүр екен. 59 дей салайын еді. Қатты жақын болмай қойсын. 59. Так. Одан кейін барып сетка бізде мынаяқтан
примерно қанша деп жатыр? Бізде 70 деп жатыр. 70-ке қойылады деп жатыр. 70 деп жазамын. 70-ке қойдық. Одан кейін барып мына жақтан кредитный плечо 20 емес. Кішкене түсірейін. Так. 15 дей салайын міне. 15. Одан кейін барып общий объем инвестиций $500 деп жазайын. $500. Потом барып расширение настройка деген бар. Міне мына жақтан не обязательно деп тұр. Осыны бассаңыздар, уже осы жерден, қазір мен басылды ма, жоқ басылмады деймін. Осы жерден бізде уже цена входа, өзіңіз қай бағамен кіресіз. Take profit, stop loss қойсаңыз болады. Бірінші давайте take profit'in үстінен басып, біз мына жақтан take profit 58 деп жазайын. И stop loss бізде жоғары қатты шығып кететін болса 71 деп жазайын. Так, 71.500 міне. Stop loss take profit'ті қойдық. И в принципе болды. Сохранить басамыз, то есть создать ботта. Создать бота басамыз и подтвердить. Міне достар, бізде нейтралкамен уже біз аштық. И ашыла салысымен біздің сеткамызға бағасы тиді. И біздің сеткамыз уже ашылды. То есть мына бізде уже сразу нейтралкамен аштық. Біздің сеткамызға бағасы тиген болатын. Енді бұны өздері автоматом біздің сеткамыздың арасында жүрген кезде өзі жауып ашып бізге қосымша табыс алып келетін болады. Пока мына бізде сетка жабылған жоқ. Мысалы мына 24 сағатта 0 деп тұр, общий 0 деп тұр. Пока біздің сеткамызға келген жоқ. Міне осылай. Негізі бұны жабылсаңыздар болады достар. $2 жабылсаңыздар болады. В принципе достар, осылай біз сіздердің алдарыңызда осы фьючерсный grid bot туралы көрсеттім, айттым, қосымша өзімде аштым, міне ақшамен аштым и қазір бізде плюста отырмыз. Пока сетка әлі жабылған жоқ. Так, қысқаша толық айтып өттім. Лонговый айттым, шартовый уже білесіздер, и нейтралка уже білесіздер. Сонымен достар, егер видео сіздерге пайдалы болса, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Сонымен достар, осы видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Осы видеода сіздерге максималды пайдалы ақпарат беруге тырыстым. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады, немесе менен телеграм арнама кіріп, сол жақта бізде ашық чат бар, сол жақтан басқа оқырмандарымнан бір-біріңізден біліммен алмасып отырсаңыздар болады. Онымен қоса достар, егер осы видео қатты пайдалы болып, өзіңізге бір табыс тауып жатсаңыздар, маған рахмет ретінде донат лақтырсаңыздар, мен ешқандай қарсылығым жоқ. Осы реквизиттер бойынша өздеріңіздің донаттарыңызды лақтырсаңыздар болады. Және ең соңында менде қазір уақытта жабық клуб бета версияда тұр. То есть ең басты менің мақсатым қазір уақытта жабық клубқа адамдар жинап бастап жатырмын. И сол жабық клуб бойынша толық ақпарат білгіңіз келсе, маған жекемен жазыңыз, сол жақтан сізге толық ақпарат беретін боламын. Барлық сілтеме осы видеоның описаниясында бар. Сіздермен болған мен Зея Құмбет. Келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымызға чики-пау.